Адам өлім сәтінде жатқан уақытта дұғасы қабыл ма, қабыл емес па деген жерде екі түрлі көзқарас бар да. Қарам, жан алқымға келген уақытта тәубе қабыл бола ма, болмай ма, екі түрлі көзқарас бар. Шындап келгенде. Бізде кең тараған, жалпы, кең тараған адамдардың арасында өлгенге дейін, жан алқымға келгенге дейін тәубе қабыл болады деп үйренгенбіз де көбіміз. Бірақ шындап келгенде ол жерде ғалымдардың арасында хилаф бар. Екі түрлі пікір бар негізі. Біреулер қабыл болмайды деп айтқан. Не үшін? Оған қатысты аяттар бар да. Себебі қараңыз, адам өлім аузында жатқан уақытта ол болды, уже ақыретті көріп тұр ол. Уже ғайыпты көріп тұр, оған сондықтан пайда бермейді деп айтқанда тәубе. Иман пайда бермеген секілді, адам өлім сәтінде иман келтірсе пайда жоқ одан. Себебі ол болды, ақыретті көзбен көріп тұр да. Ғайыпты көріп тұр. Ал енді ғайыпты көзбен көріп қойғаннан иман келтірудің пайдасы болмаса, дәл сол секілді тәубенің де пайдасы болмайды деп айтқан. Уже ғайыпты көріп тұр ғой, не пайда одан тәубе еткеннен. Сондықтан кейбір ғалымдар айтқанда онда тәубесі қабыл болмайды деген. Бірі де ол. Екі, қараңыздар, сіз тәубе етіп үлгересіз бе, үлгермейсіз бе, ол бір Аллаға мәлім дүниеде. Ол бар да кейін. Сондықтан мен жаспын деп үмітке басымдық беруге болмайды. Тіпті ғалымдарымыз былай деп айтқан. Егер сіз жас болсаңыз, қорқынышқа басымдық беру керек деп айтқан. Үлкен кісі болса, үмітке басымдық берген абзалырақ деген. Не үшін? Себебі адам жас кезінде күнәға бейім болып кетеді көбінесе. Себебі бойында қан деген жүгіріп тұрады, күнә істей салу оған оңай. Жеңілді, күш қуат бар да ода. Сондықтан не істеу керек? Қорқынышты басым ету керек. Ал жас ұлғайып қалса, үлкен жасқа келіп қалса, не істеген абзал деген? Үмітке басымдық берген абзал деген. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте не деп айтты? Құл мен туралы не ойласа, мен сондаймын деп. Үміт етеді, Алланың мейірімін үміт етеді. Сөйтіп дүниеден өтетін болса, иншалла ертең Алланың мейіріміне алады. Иншалла сөйтіп үміт етеміз да. Жақсы ма? Сондықтан тәубе есіктері ашық екен, қашанға дейін? Күн батыстан шыққанға дейін.